Есірткіге қарсы күрес 100 жылдан астам уақытқа созылған Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1987 жылы барлық елдерде жыл сайын 26 маусым күні есірткіні пайдалануға және заңсыз айналымына қарсы күрестің халықаралық күнін белгілеп қаулы бекітті. Бұл жолғы шарада сол күнге орай ұйымдастырылып отыр. Проходит у нас фестиваль «Город без наркотиков». Бүгінгі фестивальдің мақсаты қаламызда салауатты өмір салтын насихаттау, есірткіге қарсы көзқарасты қалыптастыру, жастар арасында нашақорлыққа қарсы алдын алу жұмыстарын жандандыру. Бүгінгі бағдарлама өте жан-жақты. Велосипедшілер қаладағы есірткі туралы жарнамаларды бояйды. Сондай-ақ суретшілер нашақорлыққа қарсы көрме ұйымдастырады. Аталмыш шараға бірқатар басқарма мамандары мен жаңадан құрылған экономикалық тергеу департаменті де атсалысты. Дәрігерлердің айтуынша, наркологиялық диспансердің есебінде кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер тіркелмеген. Нарколог дәрігерлердің кәсіби бақылауында 19 адам бар. Есірткіге тәуелділік бұл созылмалы аурулардың бір түрі. Емдеу қиындыққа соғады. Сондықтан уақыт жоғалтпай, ертерек алдын алу қажет. Біз жастармен көп жұмыс жасаймыз, олармен дөңгелек үстел ұйымдастырамыз. Ең бастысы, есірткі қолданғанын байқаған жағдайда алдымен дәрігердің қабылдауында болу керек. Бүгінгі күні наша сатушылар синтетикалық есірткілерді сату үшін әлеуметтік желілерді пайдаланады. Күн сайын тексерістер, алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Профилактика наркомании. Жұмыстар күн сайын жүргізіледі. Әсіресе біз жастар қауымына аса көңіл бөлеміз. Адамның ағзасына есірткінің қаншалықты зиян екендігін дәлелдейміз. Бірақ кейбіреулері оны түсінбейді. Иными исполнительными органами. Бұл күні полиция департаменті бастығының грамотасымен полицей кинолог Қуаныш Сағиев марапатқа ие болды. Ол өзінің қызметтегі адал досы Ника атты итімен шақырылды. Полицияның 4 аяқты көмекшісі талай есірткі бизнесінің жолын кесті. Никаға қызметі үшін 3-ші дәрежелі медаль табысталды. 2013 жылғыдан осы ішкі істер департаментінде жұмыс істеймін. Біз осы Ертіш пост бекетінде осы Ника деген кличка есімді итімен 20 есірткі автокөліктерден ұсталынды. Және айтатын осы итімен мен 8 айлығынан жұмыс істеп келе жатырмын. Итін денсаулығы қалай? Итін денсаулығы болмаса ветеринарға апарып көрсетіп, иттердің барлығын қадағалап, қарап, тексереміз. Сонымен қатар есірткісіз қала фестивалінде нашақорлықтың алдын алу бойынша іс-шараларға белсенді қатысқан ұйымдар мен басшыларға марапат жасалды. Айгүл Рахымжанова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.